Бро, бағана сіз ораза туралы айттыңыз ғой, бұл ауыз бекіткенде. Сонда мен видео жасауға ұмытып кеттім сіздің не айтқаныңыз туралы. Білгіміз келеді. Қалай тренировка жасау керек, қалай диета ұстау керек ораза ұстап жүрген кезде. Сіз 9 рет әлем чемпионсыз, сіз білесіз ғой ол туралы. Мен тамақты түнмен ауыстырамын. Таңертең ауыз бекітеміз. Біз мұсылмандар ораза ұстауға міндеттіміз. Ал тамақ түнде, әр 3 сағат сайын. Аз-аздан тамақтанған жақсы. 4-5 рет тамақтанған дұрыс болады. Біз солай жасаймыз. Ифтарға дейін тамақ ішердің алдында кардио жасауға болады. Егер күш қуат қалып жатса, кішкентай бұлшық еттер жасауға болады. Бицепс, трицепс, аяқтың арты. Тамақтан кейін кәдімгі жаттығу, үлкен бұлшық еттерді. Біз солай жасаймыз. О, жақсы. Оны сұрап отырған себебім бұл ең көп қойылатын сұрақтардың бірі менің елімде. Қазір жақында ораза болады ғой адамдарда. Сондықтан бұл сұрақ өзекті болып тұр дәл қазір. Thank you. 9 рет әлем чемпионы. Арабтың бодибилдері айтып отыр. Қалай істеу керек? Ең көп қойылатын сұрақтардың бірі ғой маған. Осыған жауап беріп қояйық деп. Жақсы болды. Негізі мен солай айтып жүрген бәріне. Күн мен түнді ауыстыру керек осылай деп. Бізде конечно қиынырақ. Олай жасап. Бұларда кішкене күндіз азырақ тренировка болады, неме болады. Жұмыс бәрі қысқарады, чтобы жеңілдету үшін. Біз жақта ондай жоқ қой, кішкене бізге қиынырақ болады, күн мен түнді ауыстыру. Мен всегда ойлап жүргем арабтың бодибилдері қалай қол ұстайды екен деп. Сен бет алып бас қойсашы? Немен?